өкпе артериялық гипертензиясы. Бұл жүректің оң жағы, яғни оң жүрекші, оң қарынша және өкпе артериясы зақымданатын жағдай. Оның себептері әртүрлі болуы мүмкін. Бұл өкпеге байланысты екіншілік болуы мүмкін, немесе жүрек қақпақшалары зақымдануы мүмкін. Сондықтан біз бұл науқастарды уақыт өте келе анықтап, жүктеп, сәйкесінше ем жүргізуіміз керек. Негізгі тексерулерге эхокардиограмма, кеуде қуысының рентгені жатады. Содан кейін өкпе ангиографиясының кітісін жасаймыз, қажет болса, жүректің оң жағын зерттеуде жүргізіледі. Яғни, айтқанымдай, бұл өкпе артериялық гипертензиясы. Бұл үйлестірілген бөлім, онда кардиологтар мен пульмонологтар бірлесіп жұмыс істейді. Бұл бөлімнің науқастарында жүрек жеткіліксіздігі әртүрлі себептермен қайталана береді. Мысалы, гемоглобин деңгейі төмен болуы мүмкін. Анемия осы жағдайды ушықтыратын себептердің бірі болуы мүмкін. Сондықтан олардың гемоглобин деңгейін 11-12 граммнан жоғары ұстау қажет. Содан кейін науқастардың көпшілігінде жүрекшелік фибрилляция болады. Бұл жүрек соғысы жиілеп, ырғақсыз соғатын жағдай. Бұл жағдайда біз кейбір дәрі-дәрмектер беріп, жүрек соғу жиілігін бақылауға тырысамыз. Уақыт өте келе, бұл оң жақ жүрек жеткіліксіздігі жүректің сол жағына да әсер етеді. Оған арналған дәрі-дәрмектерде өзгеше болады. Сондықтан бұл үйлестірілген жұмыс. Мұнда пульмонолог пен кардиолог бірігіп, осы науқастар тобына жақсы нәтиже көрсетуге тырысамыз.